Елбасы үкіметке мақтал алқаптарды әртараптандыруға байланысты жергілікті халықпен жүздесіп, келелі мәселелерді талқылап, шешімін табуды тапсырған болатын. Осыған орай еліміздің бірінші вице-премьері, өңірлік даму министрі Бақытжан Сағынтаев ауыл шаруашылығындағы түйткілдермен жақынырақ танысу мақсатында Оңтүстік Қазақстан облысының Мақтаарал, Шардара аудандарында жұмыс сапарымен болды. Осы облыстағы тілшіміз Болат Көкенайұлының репортажында толығырақ. Соңғы жылдары әлемдік нарықта мақтаның бағасы төмендеп кетті. Мақтаарал ауданында жаз маусымында егістік алқаптарын суғару мәселесі де күрделеніп кетеді. Осыған байланысты қазір ауданда шаруалар көкөніс, бау-бақша өнімдерін өсіруге қызығушылық таныта бастаған. Қаршыға Ақтөрееваның шаруашылығына 15 жылдай болған. Алғашында ел қатарлы мақтамен айналысқанмен, соңғы жылдары алқаптарын бау-бақшаға ауыстыра бастапты. Былтыр 75 гектар жерде алма бағы болса, биыл тағы 110 гектар қосылып отыр. Тамшылатып суғару әдісін қолданады. Мемлекеттің қолдауын тиімді пайдаланса, мақтаға қарағанда жеміс-жидек, көкөністің пайдасы көл көсір екенін ұқтық дейді фермер. Сапасы жоғары өнімдерді шетелге де шығара бастапты. Біз Германиямен, уже Голландиямен бірнеше жылдан бері жұмыс жасап жатырмыз. Жаңағы ешқандай араға адам түспей-ақ өзіміз партнерлар тауып, міне бірнеше жылдан бері жұмыс жасап жатырмыз. Табысы жақсы. Құдайға шүкір, соның арқасында ғой міне ары қарай біздің жаңағы шаруашылығымызды үлкейтіп, көркейтіп жатқанымыз. Әрине барлық шаруашылық бір күнде өзгеріп кетуі неғайбыл. Сондықтан мәселеге кешенді түрде қарап, жоспар жасалуы тиіс. Бұл туралы диқандармен өткен арнайы кеңесте кеңінен сөз болды. Ауыл халқына әртараптандырудың егжей-тегжейі түсіндіріліп, олардың да ұсыныстары ескерілетін болды. Кешенді жоспардың негізгі мақсаты бүгінгі 137 мың алқаптың 97 мыңы мақта болатын болса, соны қаншаға біз төмендете аламыз. Бүгінгі мамандардың есебі 28 мыңға түсіретін болсақ, онда қалған алқаптың бәрі де онда бау-бақшаға, жеміс-жидекке, болмаса мал азығын шығаруға, жүгеріге, жоңышқаға пайдалануға болады. Ол үшін қандай жұмыс жасау керек? Бұл тек қана қаржыландырып қойғанда мәселе емес. Бұл егерде осының алқабын төмен түсіретін болсақ, онда біз судың да тиімді көзін таба аламыз. Яғни су үнемделетін болады. Бұл енді былайша айтқанда бір оқпен екі қоянды атып алған сияқты. Кешенді жоспарға шаруаларды жаңа техникамен, пайызы төмен несиемен қамтамасыз ету, су тапшылығын жоюдың жолдары да енгізіледі. Үкімет басшысының орынбасары бұл құжатты облыс әкімдігі мен жауапты министрліктер бірлесіп, жыл соңына дейін әзірлеп, үкімет қарауына ұсынуды тапсырды. Бақытжан Сағынтаев Шардара су қоймасынан су жеткізу станциясында, су электр станциясында, Арнасай бөгетінде де болып, өзекті мәселелер талқылады. Болат Көкенайұлы, Нұрмахан Мұсатов, Оңтүстік Қазақстан облысынан.